Бүгінгі тақырыбымыз философия пәні және әдісі деп аталады. Енді өз осы лекция жүріп жатқан кезде өздеріңізге скрин жасап алып, конспектіге материал қалдырып отырыңыздар. Бүгінгі қарастыратын мәселеміз философия пәні, әдістері, содан кейін философияның негізгі жаңағы бөлімдері онтология, гносеология, философиялық жаңағы антропология, сосын философия мен философтардың адамның өмірі, қоғам туралы айтқан ойларына тоқталатын боламыз. Жалпы өткен жолы мен сіздерге лекцияның соңында мен сіздерге қысқадан нұсқап ой қорытындылаған кезде айтқан болатынмын. Жалпы дүниеге көзқарас көне дәуірден бастап бүгінгі заманға дейін жаңағы дамып бірнеше кезеңдерден өтті деп. Яғни дүниеге көзқарас бұл дүние туралы адамның әлемдегі орны жайлы пікірлер жиынтығы. Тарихи тұрғыда қарайтын болсақ, дүниеге көзқарас бұл үш негізгі типтен тұрады. Оны біз өткен жолы жеке-жеке талдап өттік, яғни мифологиялық, діни, философиялық. Мысалы, мифологиялық инстинкт негізінде адамның қоршаған ортаға деген қарым-қатынасынан. Мен өзім шығып қалдым, кешірім өтінемін. Енді байланыс болғасын, сондай жағдайлар болып тұрады. Бірақ мен шығып кетсем, қайта кіретінді білесіздер, күтіп отыра тұрамыз. Бір-екі минутта қайта қосылатынды білесіздер. Мысалы, мифологиялық бұл қоршаған ортаға деген адамның өзінің инстинкт негізінде қалыптасқан көне түсінігі болатын болса, дін бұл орта ғасырдағы дүниетанымға жатады. Яғни дүниенің негізі құдіретті күшке байланысты деген ұғым. Енді келесі бұл ғылыми деңгейде дүниені қабылдау, бұл философиялық ойлау жүйесі. Мен оған сіздерге уже анықтама бердім, сіздер оны түсінесіздер. Енді философияның өз алдына ғылым болып қалыптасу барысында қарастырылған мәселелерді айқындайтын негізінен философияның мынандай қосымша бөлімдері бар. Ол онтология, яғни бұл болмыс туралы ілім, яғни дүниенің негізі туралы, болмысы туралы жаңағы адамның қалыптастыратын танымы. Мысалы, айталық, мен мысалы міне мен көз алдында айталық Рахила отыр, мысалы Рахиланың болмысын мен білемін. Егер Рахиланы мен бұрын көрмеген адам болса, мысалы маған Зинулла Рахила дейтін болса, мен ол туралы менің басымда ешқандай түсінік жоқ. Себебі мен ол қыздың болмысын, бойын, мысалы түр әлпетін, оның мысалы Қазақстан тарихы бойынша мысалы білімі туралы менде ешқандай ой жоқ қой. Сондықтан мен оны білмеймін. Яғни менің санамда бос, пустота болады. Ал мен оны өткен жылдан бері білетін, ол менің студентім болғандықтан, Рахила деген кезде, Рахила туралы менің санамда, яғни оның болмысының жиынтығы, көрінісі бар. Сондықтан бұл мәселеде мен мысалы бірден кім туралы айтып тұрғандығы туралы менде уже қалыптасқан таным бар екен. Міне осы танымды біз зерттейтін ғылымды гносеология деп атаймыз. Яғни онтос, логос, гнесос, логос деген, яғни таным, онтос деген логос қой, гнесос деген, яғни логос сөзін сіздер білесіздер, барлық менің соңына қосылады. Яғни бұл таным туралы ілім деген сөз. Мысалы, бұған дейін менде қалыптасып үлгерген. Мысалы, танымды қалыптастыратын бізде негізінен сезім мүшелері бар. Көру, дәм сезу, жаңағы есту, сосын мына қолдың несімен қолға денеңе жанасу арқылы тері арқылы қабылдаймыз. Осы сезім мүшелері арқылы қалыптасады екен негізінен таным туралы түсінік. Мысалы, сіз құм жеп көрмеген болсаңыз, бала кезіңізде барлығыңыз құмды жедіңіз ғой. Мысалы, біз құм туралы айтатын болсаңыз, сіз құмды қолыңызға ұстаған кезде қандай болатынын сіз бала кезіңізде жеп көрдіңіз. Сіздің миыңызда ол туралы, құмның болмысы туралы таным бар. Оның дәмі,
мына қышыр несі барлығын сіздер білесіздер. Оның құмның өзіндік дәмі сіздің аузыңызға салған кезде, қолыңызбен ұстаған кезде сол қасиетіне байланысты сіз мысалы тұзды, қантты немесе айталық нанды немесе ол енді жейтін тамаққа қатысты емес, мысалы жел дейік, мысалы жауатын жаңбыр дейік, немесе жаңағы мен айтып отырмын, мысалы темір мысалы коридорда ма бірдеңе ішінде келатыр, сабақта отырып тыңдап отырған жоқ. Мысалы сондай адамға немесе басқа бір материяға қатысты кез келген қасиеттер мен олардың ерекшелігі туралы ақпараттың параметрлер сіздің санаңызда қалыптасқан болса, міне осы мәселені философияда зерттейтін саланы біз гносеология деп атаймыз. Ал аксиология бұл рухани құндылықтар туралы ілім. Рухани құндылықтарға ол өнер туындысынан бастап адамның сезіміндегі, мінезіндегі барлық ерекшеліктердің барлығын қамтиды. Ол материалдық, ол жаңағы рухани немесе абстрактылы дүние болуы мүмкін екен. Келесі бір саласын фраксология деп атаймыз. Фраксология бұл адам шығармашылығы туралы ізденісті жүргізетін ғылым екен. Яғни біреуің мықты өлең жаза алатын шығарсыңыз, біреуіңіз мысалы футболдан жақсы ойнайтын шығарсыз, біреуіңіз керісінше футболды физически нашар ойнағаныңызбен анау PlayStation'да отырып ойнау қабілеті мықты шығар сізде, мысалы жүгіре алмасаңыз да айталық. Біреу мысалы жақсы сурет сызады, ән айтады деген сияқты, мысалы сондай адамның шығармашылығында біреу скульптор, мысалы сіз өмірі қолыңызда келмейді, сазбалшықтан, ағаштан тағы бірдеңеден мысалы жасап шығара алатын мүмкіндігі бар адамдар, мысалы міне соны біз білуіміз керекпіз. Енді қараңыз, келесі бір нені ғылым саласын сіздер білесіздер, бұл антропология. Онтропос адам, бұл логос, зерттеу деген сөз, яғни адамның болашағы қандай болады, адамның өткені қандай болды, адам қоғамы, мысалы сол туралы, адам туралы жан-жақты зерттеу саласын біз антропология деп атайды екенбіз. Ал логиканы сіздер мектептен білесіздер. Логика дегеніңіз бұл белгілі бір ойлау жүйесіндегі күрделі мидың қабаттарында жүріп жатқан процестің ұтымдылығы, өткірлігі, алғырлығы, міне соны зерттейтін ғылым. Енді логикалық есептер сіздер мектептерде, логикалық тапсырмаларды әртүрлі пәндерде, мысалы бұрыннан орындап келесіздер. Мысалы сіз қасыңызда отырған баланың, яғни класстасыңыздың немесе курстасыңыздың логикасы қай жағында мықты, қай жағында әлсіз, қандай дүниелерге ол осал дегенді, мысалы өзіңіздің қай жағына логикаңыз жақсы, қай жағында нашар деген сіз өзіңіз біле аласыз деген сөз. Енді философия қандай сұрақты зерттейді деген сұраққа қысқадан нұсқа былай жауап береді. Яғни болмыстың өмір сүру жағдайын, материяның формалары, сана, мына біздің сознание ғой, сана деген сана және санасыздық, адам өмірі, адам өмірінің мәні, адамның жалпы әлемдегі алатын орны, жан ұғымы, адамның